Жаңауыл ықшам ауданының тұрғындары Би Боранбай атты көшені апатты қоқыс үйіндісіне айналдырған. Бұл видеода сіздер тазартылған күйін көріп тұрсыздар. Дегенмен қоқыстың қалдығын әлі де көруге болады. Айта кетсек, Би Боранбай бабамыз қазақ халқының жоңғар басқыншылығына қарсы соғысына қатысқан батыр, белгілі би болған тарихи тұлға. Би Боранбай бабамыздың портретінің астына қоқыс төгу нағыз санасыздық. Мынадай Би Боранбай атында тұр ғой, қазақтан ұят, қазақ елге ұят. Бұл дұрыс емес, біздің қазақ атымызға ұят. Сын ұят. Атымыз андай ғой, мынандай би атаның адам мазақ қылу бұл, қорлық. Осыдан кейін ауру болмағанда қайтеміз, ауру болсын дейтін шығар. Ауаң таза болса, денің сау. Бұл ретте мен тұрғындарға айтпағым, ең алдымен біздегі қаланың тазалығын сақтау үшін рұқсат етілмеген жерлердің барлығына күл қоқысты төкпеуді сұраймын. Екінші кезекте бізде қала бойынша тазалыққа жауап беретін мекемелермен міндетті түрде нақты бар адамдармен бірге келісімшартқа отырсаңыздар. Үшінші, көлікпен жүріп келе жатқан кезде арт жақтарына машинаға мөшек-мөшекпен күл қоқыстарды жинап алып, рұқсат етілмеген жерлердің барлығына төгіп тастап кетпесеңіздер. Құрметті Аягөз тұрғындары, сіздер қала тазалығын талап ету үшін ең алдымен тазалық мекемесімен келісім шартқа отыру керектігін хабарлаймыз. Және де қоқыс төгуге арналмаған жерге қоқыс төккен адамға 20 000 теңге көлемінде айыппұл салынатынын ескертеміз. Сіздерді келісім шартқа отырып, қаламыздың тазалығын бірге қадағалауға шақырамыз.